Куда меньше не будешь? Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыз жақсы қазақ әдебиеті пәні және ақпараттық қаржы мамандығы бойынша қазақ әдебиеті пәнінен. Бүгін біз ең алдымен сөйлеп алайық. Мадина, бүгінгі сабақта бізде кім жоқ? Журнал бойынша күнгі біздің сабақтар барлығы бар. Жақсы, рахмет, отыралайық. Енді балалар, бүгін бізде күн ауа райы қандай қазір? Күнге терезеден қарайтын болсаңыздар, бүгін күн құбылмалы. Көңіл күйлеріңіз түсіп отырған жоқ па? Жоқ, барлығы тамаша. Сондықтан біз не істейміз? Жақсы көңіл күй, жан азығы, бір-бірімізге жақсы тілектер айтудан бастаймыз, иә? Мысалы, мен сіздерге бастап берейін, ары қарай өздеріңіз жалғастырасыздар. Студенттер, қымбатты студенттер, сіздерге бүгінгі сабақ сәтті өтсін деп тілеймін. Көңіл күйлеріңіз жақсы болсын, сабақтан тек қана 5 алуды. Жақсы, рахмет. Рахмет. Арғарай? Жалғас? Бүгін күндегі сәтті шығуы. Жақсы, рахмет. Барлығымызға сәттілік тіледік, көңіл күйіміз керемет, тамаша. Арғарай біз бірінші жоспарымызды аяқтап, екінші сабақ жоспарына көше берсек болады. Сабақтың құрылымы. Әр нәрсені біз бастаған кезде не істейміз? Бірінші жоспар құрамыз. Сондықтан біздің жоспарымызда бүгінгі үй тапсырмасын сұрау, жаңа сабақ өту барысы, біз қазір жаңа барысын бағалайтын боламыз. Жаңа сабақты бағалау, үй тапсырмасын беру және рефлексия әдісі бойынша сабақтың құрылымын жүргізеді екенбіз. Оның арасында жаңа сіздерге берілетін сабақтың әрбір құрылымдары, бөлімдері бар. Оны біз сабақтың барысында таныстық сіздермен келе жатармыз. Бағалау, яғни өзін-өзі бағалау дегеніміз, әркім өз жетістіктермен әлсіз жақтан жанына ақпарат жинап, соны не істейді? Талдауға бағытталған үдеріс. Неге мен сіздерге бұны айтып отырмын? Енді алдарыңызда сіздердің бағалау парақтарыңыз тұр, қарасаңыздар, лист отзывка дейміз, қане қарасаңыз, алдарыңыз тұр ма? Бағалау парақтарымен қарады, таныстық. Онда сіздерде бөлімдер көрсетілген, сабақтың жоспарлары, яғни қазір сабақтың барысында орындайтын барлық тапсырмалар сіздердің тапсырмаларыңыз бағалау парақтарында көрсетілген. Және студенттің жинаған баллы. Неге сіз өзіңізге жауап беруіңізге байланысты өзіңіздің біліміңізді сабақтың барысында не істейсіз? Бағалап, өзіңізше баға қойып отырасыз, өз біліміңізді бағалайсыз. Ол бағалауды сіз қалай жүзеге асырасыз? Мен айта кететінім, бізде электронды оқулық, электронды журнал және рейтингілік жүйе, жақсы білеміз, дәстүрлі түрде бірнеше жылдар бойы бізде қалыптасып келе жатқан рейтингілік балдық жүйе, пайыздық
және дәстүрлі жүйе бойынша бағалайтын болсақ, өте жақсы, қанағаттанарлық және қанағаттанарлық. Сіздер біз жаңа сабақтың соңында сандық эквиваленттің қорытындысын балмен шығаратын боламыз. Ары қарай енді екінші тапсырмамызға көшеміз. Бізде үй тапсырмасын сұрау. Сіздерге алдыңғы тапсырмада біз Абай жолы роман бастаған болатынбыз, бірнеше сабақтарда қарастырған болатынбыз. Енді сол Абай жолы романына қатысты бірнеше сіздерге қазір сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға мейлінше жауап беруге тырысамыз. Ол үй тапсырмасын ретінде қарастырамыз. Яғни бал қосымшасы арқылы үй тапсырмасын біз орындаймыз. Сіздерге сұрақ. Қай жылы роман-эпопея Лениндік сыйлық алды? Жауап береді? Қай жылы? Мадина жауап береді? 1959 жылы. Қарай көрейік. Дұрыс па балалар? Өте дұрыс. Тамаша. Рахмет. Қазір бұл сұрақты алып тастаймыз. Келесі сұраққа көшеміз. Абай жолы романы қашан жазылды? Сұрақ, үй тапсырмасы бойынша. Қашан жазылды? Кім жауап береді? Қашан жазылды еді? Әне? Нұрай? 19 ғасырдың екінші жартысында деді. Жақсы, көрейік қазір. Өте дұрыс жауап, Нұрай жақсы, рахмет. Келесі сұраққа көшеміз, дайын отырамыз, ойларымызды шатаспаймыз, жауап беруге тырысамыз. Абай жолы роман-эпопеясы неше тараудан тұрады екен? Жалғас, жауап береміз. Нұрай жауап береміз. 26 тараудан тұрады екен. Қазір тексеріп көрейік. Дұрыс па балалар? Өте дұрыс жауап. Рахмет, Нұрай. Келесі сұраққа көшеміз, мұқият тыңдаймыз сұрақтарды. Мен егер қысқартып алдым, бұл тарау бойынша сұрақтарды тек қана роман-эпопеяға қатысты. Қай жазушы өмір сүрген жылдары кәне кім атап жібереді? Қай жазушы? Суретте кімді көріп тұрмыз? Кәне, Олжас жауап бере ғой? Дұрыс. Мұхтар Әуезов, Мұхтар Омарханұлы Әуезов қай жылы өмір сүрді? 1897 жылы дүниеге келді. Қайтыс болған жылдарын білеміз бе? Жауапты қарап көрейік. 1897-1961 жылдары өмір сүрген екен. Ол жазушы. Есімізге сақтаймыз. Ойымызды жинақтаймыз, балалар. Келесі сұрақ. Абай жолы бойынша роман-эпопеяға қатысты. Шығарманың мемлекеттік сыйлық алған жылы. Қай жылы мемлекеттік сыйлық алды? Абай жолы роман-эпопеясы. Мемлекеттік сыйлық. Қане тезірек жауап береміз. Бар ма жауап? Онда қараңыздар. 1942 жылы. 42 жылы сіздер естеріңізде болса, өткен сабақта қайталағанбыз, қарағанбыз. Романның бірінші томы жарыққа шыққан болатын. Және сол жылы не істеді? Романға мемлекеттік, яғни Лениндік сыйлық берілген болатын. Естеріңізде сақтаңыздар. Ұмытпаймыз. Сабақта отырмыз. Келесі сұрағымыз. Абай жолы романы неше тілге аударылды, Динас? 116 тілге аударылды. Қазір көрейік жауапты. Дұрыс па балалар? Өте дұрыс, Динас. Рахмет. Келесі. Тағы да көшеміз тезірек сұрақтарға.
11 сұрақ қарастырылған бізде тапсырмасына қатысты. Абай неше жасында әке атанды? 16 жасында әке атаныпты. Әне қарап көрейік. Романда, өте дұрыс жауап. 16 жасында Абай Құнанбайұлы әке атанған екен. Естеріңізге сақтап жүріңіздер. Бұндай мәліметтерді біз білуге міндеттіміз және тиіспіз. Эпопеяда Абайдың неше жыл өмірін көрсеткен? Тағы да 45 өмірін көрсеткен екен, өмір жылын. Дұрыс па? Өте дұрыс жауап. Дұрыс. Елназ кішкене шатасып қалдыңыз? Ой, Мадина. Мұқият боламыз сұрақтарға. Барлығы 45 сұрақ қалды. Қай жыл еді? Мұхтар Әуезовтің өмір сүрген жылдары болады. Абайдың прозалық шығармасы қара сөздердің саны неше? 45 қара сөз жазған көреміз. Жақсы. Дұрыс айтасыздар, өте дұрыс. Тамаша. Рахмет. Келесі сұрақ. Жаңа қандай сұрақ жауап болды бізде? Естеріңізге болса, жаңа ғана айтып кеттім. Романның бірінші томы жазылған болады. Жақсы. Келесі сұрақ. Эпопея қай жылы жазылып бітті? 1956 жылы жазылып біткен екен. Өте дұрыс жауап. Өйткені 1942 жылы бірінші том, және 56 жылы соңғы томы жарыққа шыққан екен. Жақсы, рахмет. Және бізде соңғы сұрақ қалды ғой. Абай трагедиясы қай жылы жазылды? Жауап бере аласыз? 1930. Дұрыс айтасыз. 1939 жылы жарыққа шыққан трагедиясы. Яғни сахналық қойылымда осындай трагедиялық біздер жұмыстар жүргізілген. Жақсы. Жақсы балалар, бұл бізде үй тапсырмасы қысқаша түрде шолу жасап шықты. Неге? Өйткені бізде әлі болашақта бірнеше сағаттарымыз бар. Абай жолы романына толықтай әлі де тоқталамыз. Ары қарай. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын біз бір минут экранға назар аударамыз. Парақшамызда мұқият тыңдаймыз. Не көріп отырмыз? Жақсы балалар, видеоны көрдік, нені тұжырымдаймыз? Яғни сұраққа жауап береміз. Ой шақыру стратегиясы бойынша бұл үзінді қай фильмнен алған? Құнанбай фильмнен алған. Жақсы, фильм режиссері кім? Және басты рөлді кім сонда ең бастысы? Дарина? Фильм режиссері кім? Досқан Жолжақсынов. Біз өткен сағаттарда қараған болатынбыз, және
басты рөлді де сол Достан Жолжақсынов сомдаған екен. Яғни жаңа сабақтың барысында дискриптор сіздерде жаңа сабақты видео арқылы болжау, сол арқылы жаңа сабақты тақырыбын табу керек болады. Енді сіздерге бір минут қана ескертіп біле жүріңіздер. Мына жерде Достан Жолжақсынов, Қалиұлы Жолжақсынов 1951 жылы дүниеге келген. Неге көрсетіп отырмын? Себебі біздің Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында дүниеге келген өзіміздің жерлесіміз, актер, режиссер және Құнанбайдың фильмін 2015 жылы бастап түсіре бастаған. Енді қараңыздар, Достан Жолжақсынов бейнесін көрдіңіздер. Қазір болашақта бізде тағы да сабақтың барысында Құнанбайдың бейнесі көрінеді. Сол кезде үлкен тарихи тұлғаны кішкентай ғана жаңағы жап-жас дейміз, өзіміздің жерлесіміз қалай сомдайды, қалай оны бізге жеткізеді, Құнанбайдың өмірін, дәуірін. Соны біз тағы да есімізге сақтап отыруымызға керек. Жақсы, ой шақыру бойынша Құнанбай кім? Кім біздің көз алдымызда кім болып елестейді ол кісі? Дарина? Абайдың әкесі, өте дұрыс жауап. Жақсы, тағы да ол кісіні не білеміз? Аға Сұлтан болады. Бірден айтамыз. Сұлтан болған, жақсы. Ірі тұлға болыпты, жақсы. Жалға сіз не айтайын? Көрнекті қайраткер болған. Көрнекті қайраткер болған. Бейболыс, әділ билік жүргізген, белі тұлға болған. Және естеді, әрекеттері қандай? Біз осыған дейін оқыған кезде Құнанбайды образын біз қандай бейнеде көріп келдік? Қатал, қатыгез, естеріңізде болса, солай айтқан болатынбыз. Енді ол сабақтың барысында шын мәнінде ол кісі қатыгез бе, қатал ма, елге жанашымайтын адам ба, соны біз сабақтың барысында саты-сатымен естеміз, ол кісінің бейнесін ашуға тырысатын боламыз. Жақсы. Енді жаңағы видео не үшін көрсетілді, жаңағы сұрақтар не үшін қойылды, себебі біздің бүгінгі жаңа сабағымыз романдағы Құнанбай образы. Сабақтың мақсаты романдағы күрделі тұлға Құнанбай бейнесін ашу, оның ішінде жаңағы қазіргі өмір мен бұрынғы өмірді, яғни Құнанбайдың оқулықтағы Абай жолы романындағы бейнесімен салыстыра отырып талдау екен. Және сол арқылы сіздерді неге үйретеміз? Адамгершілікке тәрбиелейміз, студенттерді Құнанбай бейнесімен таныса отырып, әділдікке тәрбиелейміз. Өтірік айтпауға, тек қана шындықпен жүруді ғана сіздерге бір мақсат етіп алған болатынбыз. Жақсы. Енді жаңа сабақ қазір біз дәптермен жұмыс жасаған кезде біздің есімізге түсетін не біріншіден? Атақты, көрнекті ақын дейміз, публицист Ахмет Байтұрсынов не дейді? Құнанбай жұрт аузына қараған қазақтың бас адамдарының бірі. Қандай өте күрделі образ екенін көрсетеді екен. Және ұлы жазушы Мұхтар Әуезов не дейді? Мен Абай кезіндегі қазақ даласында күні өтіп бара жатқан, бірақ тамыры әлі тереңдегі ескіні Құнанбай бейнесі арқылы жинақтадым. Ал жаңа өмірді ол кісі Абай бейнесі арқылы көрсеткен екен бізге. Осы жаңа мен ескінің қарама-қайшылығын, байланысын Абай мен Құнанбайдың бейнесін салыстыра отырып, жалпы қазаққа біздің әдебиетімізге алып келген ұлы жазушы кім екен? Мұхтар Омарханұлы Әуезов екен. Жақсы. Келесі. Енді бүгінгі сабақта танитынымыз, білетініміз және Құнанбайға қатысты барлық мәліметтер, эпопея, Құнанбайдың тарихтағы бейнесі және Құнанбайдың нақыл сөздері де бар екен, оны да біз сабақ барысында көретін боламыз. Неге эпопея? Біз Құнанбайды айтқан кезде, Абай жолын айтқан кезде, Мұхтар Әуезовті айтқан кезде бізге эпопея есімізге түседі. Абай және Құнанбай. Екеуі бір-бірімен қандай адамдар? Тығыз байланыстағы адамдар, Құнанбай кім болды сонымен? Абайдың әкесі Абай кім болды? Құнанбайды баласы болды. Жақсы. Енді қараңыз, неге мына жерде сізде бұлай көрсетіліп тұр? Құнанбай Абайдың өсу жолы. Бірінші томнан бастап төртінші томға дейін өсу жолдары бар. Керісінше Құнанбайдың құлдырау жолы. Неге? Өйткені жаңағы ескіні Құнанбай жаңаға келе жатыр. Жаңа арқылы, біз жаңа өмір арқылы кімді танимыз? Ұлы
данышпан абай атамыздың таниды екенбіз, иә. Сондықтан екі тұлға бір-бірімен тығыз байланыста екенін көрсеткіміз келеді. Тағы бір дерек Тұрсын Жұртбай, яғни әдебиетте бізде өте зерттеу шаралары көп. Соның ішінде Құнанбайды зерттеген адамдардың ішінде Тұрсын Жұртбай өзінің еңбегінде былай деп айтады екен. Қазақта екі Құнанбай бар. Біріншісі әдебиетте Абай жолы романында болған Құнанбай, екіншісі біз жаңағы өмірде болған естеліктер арқылы, әдебиеттер арқылы танитын Құнанбай. Біз осы екі тұлғаның ішіндегі көбінесе қайсысын ашып қараймыз? Біз өмірде болған Құнанбайды аса танымаймыз ғой, иә, тек білеміз. Ал екіншісі біздің Абай жолы романындағы кім? Құнанбай образы екен, иә. Біз сол образды тануға тырысамыз. Жақсы. Енді қарасаңыздар, Құнанбай кім? Жаңағы Абай жолы романындағы Құнанбайды салыстырып көрейік. Енді қараңыз, екі бейне көрсетілген. Сіздерде кім айтады маған? Не көріп тұрсыздар? Қандай бейне, қандай суреттеу? Мадина? Бірінші суретте Құнанбайдың түсі суы, яғни бір қаталғау адамды деп берілген. Сонымен қатар артындағы бейнеге байланысты айтатын болсақ, онда жау шыққанда, яғни сол кездегі өзінің әділдігі, қайраттығы, қаталғауымен басым көрсетілді. Жақсы. Екінші бейнеде не көріп тұрсыздар? Кім айтады? Екінші бейнеде. Құнанбайдың бейнесі қандай көріп тұр? Көз алдарыңызға елестетіп тұрсыздар. Кімді танып тұрсыздар? Қандай образды көріп тұрсыздар? ашық адам тұрсыздар. Әділ, беделді адам болған. Басында қалпағы бар, би адам болған, иә? Ана жерде некеге қажылыққа барды деп айтамыз ғой, қажылыққа барған уақытта, қажыдан келгеннен кейін ел басқарып, жаңағы оңға дейін басқарды, жаңағы аса ауылдың, жаңағы қазақ халқының аса өзінің жаңағы ауылындағы тұрмыс тіршілікке аса көп араласпай, тек қана өзінің ғана бағыт бағдарын беріп қана отырған өн қария тұлғаны ғана көріп алады екенсе. Енді қарасаңыздар мына жерде Құнанбай жағымсыз кейіпкер. Солай ма? Жағымсыз кейіпкер, феодалдық жаңағы тартыс керістің, ұрыстың, соның бейнесінде біз Құнанбайды қатал, өте бір аяусыз, сондай адам бейнелеріне танымыз. Екінші бейнеден қарайтын болсаңыздар, ол кісі беделді, жаңағы елге көмектесіп тұратын адам, мейірбан, ақ жүрек, сондай адам ретінде танымыз. Енді мына жерде қарасаңыздар, көзінде кішкене ғана ақауы бар, иә? Неге? Бұл жерде тағы да бір естеріңізге сала кетейін. Сол кезде оба, шешек, сүзек деген аурулар өте көп болған қазақ халқында. Білесіздер, иә? Кейбір қазақ халқының адамдарының көбі сол жаңағы бізде аурулардан деседі, қырылып қайтыс болып жатты. Сол кезде Құнанбайға шешек ауруы шығып қатты ауырады екен. Сол кезде не дейді? Үлкен бақсы балгерлерге барған кезде бұл кісінің ауруы мен бұл кісінің көзін емдеу арқылы ғана, көзінен жаңағы бүкіл ауруын шығару арқылы ғана мен Құнанбайды аман алып қаламын. Соған келіседі. Сонда жаңағы сол жақ көзін шығару арқылы, жаңағы сол жақ көзін емдеу арқылы не істейді? Құнанбайды жазып алды. Бірақ сол жақ көзі не істейді? Көрмей соқыр болып қалатын. Осыдан кейін сол жақта өздеріңіз болсаңдар. Және жаңағы образға қарап отырып, біз Құнанбайдың жақсы жағына ғана тоқталуға тура келеді. Дамир оқып жүріңізші, не деп тұр? Құнанбай кім деп тұр? Көріп тұр ма? Құнанбай Абайдың әкесі деп тұр, иә? Ірі тұлға. Екіншісі, қане, тезірек жалғас. Беделді адам, абыройлы, әділ би болған. Беделді, абыройлы, әділ би болған адам. Жақсы, Дарина не деп тұр екен? Кемеңгер деп тұр. Нұрай. Қандай адам рухани? Таза адам. Қолы ашық, данышпан адам. Олжас, келісесің бе? Және елдің тұтастығын ойлайтын, халықтың қамын ойлайтын, келешегін ойлайтын, сондай ірі тұлға екенін. Жақсы. Енді балалар, біз жаңа айттық, осы Құнанбайдың образын өзімізше ашық көрдік, қандай адам екенін. Енді сіздерде бізде жұптық жұмыс бар, парная работа дейміз. Сіздердің алдарыңызда мәтін алдын ала таратылған, қарасаңыздар,
көреміз, ашамыз, қараймыз. Сол мәтін бойынша сіздерге мынандай тапсырма берілген. Мәтінді екі топпен, яғни екі көрші-көрші бір-бірлеріңізге оқып таныстырасыздар. Мысалы, Дарина мен Клем, Диназия, Олжас. Ары қарай таныстырамыз бір-бірімізге. Екінші, 3 сұрақ құрасыз мәтін бойынша. Дәптерге тезірек жаза қойсаңыздар болады. Және ассоциация құрамыз, кім жазып болады, құнанбай бейнесі кім екенін тақтаға шығып, мына жерге маркермен жазсаңыздар болады. Яғни құнанбай кім деген сұраққа жауап береміз. Тез бір минуттың көлемінде бірінші мәтінді қарап шығамыз, топпен жұмыс жасаймыз. Сіз Даринамен бірге жұмыс жасаңыз, Олжас Диназиямен. Қандай сұрақ құрасыздар? Ақылдаса ойында көріңіздер. Дәптерге қысқаша жаза қойыңыздар. Мәтін ұстағаны сіздерде Құнанбай образына қатысты, сол образда ашылу үшін сіздерге тапсырмалар берілеміз. Кім болады, қол көтеріп айтасыздар, қай топ? Қай жұп болды, тапсырма орында. Дайын бар ма? Қане? Сұрақтарыңызды оқып қойсаңыздар болады. Қане, Мадина, қандай сұрақ қойсаңыздар? Кімдайыңыз, Құнанбай кім болған? Сосын? Барымта ұрлықта не үшін керек деді. Барымта ұрлықты не үшін керек деді. Яғни сіздер тек қана мәтінге қатысты сұрақ қойып отырсыздар. Жақсы. Және ассоциация құра аламыз ба? Мына жерде? Келе ғой. Қайсыңыз келеміз? Болады, екі маркетал, жаңағы ассоциация бойынша салып, Құнанбай кім? Нәтижеге соғып көресіз. Жазсаңыздар болады. Бір-бір сөзден жазсаңыздар болады. Қаларымыз қалғандар жазсаңыз. Оқи ғой. Құнанбай кім? Машина. Құнанбай кім? Сұлтан болған екен. Жақсы, сұрақтарымыз сіздерде болды. Рахмет. Келесі кім? Қай жұптайын? Талғастаймыз ба? Болады, келе ғой. Жақсы. Сұрағымызды оқыңыз бірінші. Қандай сұрақ сіздерде? Құнанбай сол дүниеге келді. Және Өскенбай Двигатель тұрған. Жақсы, Құнанбай қашан дүниеге келді? Және Өскенбай Двигатель неше жүктір. Жақсы. Ассоциация құраламыз ба? Тоқтастыру. Құнанбай кім деген кезде? Кім? Артур келе ме? Артур Бошан. Жақсы, келе ғой. Өте жақсы. Не алып? Мағанына жаққа жасайды. Құнанбай кім? Жақсы. Bir sürü жасанды болады. Жақсы. Қайраткер екен. Жақсы, тамаша. Және жалғас. Кім болды? Тағы да кімге қосаласыз? Абайдың әкесі. Қатал әке болды сізге. Жақсы. Тағы да кім? Енді бір топ. Қане, жұптық кім шығады? Дарина, дайсыздар ма? Динас, Керева, Олжас екеуміз, сұрақтарыңызды оқыңыздар. Қандай сұрақтар бар? Қай жылы дүниеге келді? Жоқ, жауабын айтпаймыз, тек қана сұрақ. Мен жауап сіздерде мәтінде тұр. Болыстыққа не үшін сайланды? Жақсы. Және ассоциация топтастыру бар ма?
бар. Жақсы, Олжас, сіз екеніңіз. Можно аңғар егермеде жасап беруге болады, кез келгенге. Онда сарқар. Сарқар, сіз көп жасадыңыз. Өздеріңіз жаңа топтастырып жасадыңыздар ғой, үшінші тапсырма бойынша. Сол кезде жақсы. Жақсы, рахмет. Кім болды сонымен Олжас? Құнанбай? Ел ағасы болды. Жақсы, Динас? Адам болған екен. Жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Дәптерге қысқаша жазып алдыңыздар, иә? Келесі енді тапсырма. Біздер Құнанбайдың әрекетіне байланысты сіздер оқыдыңыздар, қарадыңыздар. Енді бекіту тапсырмалары сабаққа байланысты мынандай сұрақтарды жауап берсек. Менің сіздерге қояр сауалым Құнанбайдың өзіне тән ерекшелігін атаңыз. Сіздерге тәптіріп серік болсын. Құнанбайдың өзіне тән ерекшелігі. Қандай ерекшелігі бар екен? Әділ, қызба, шешен адам болған екен. Ең ерекше қасиеттері осы екен. Жақсы. Келесі. Құнанбай қажылыққа қай кезде барды және өлкеге қонақ үй салдырды. Оның себебі не? Кім жауап береді? Олжас. Өте жақсы жауап бере ғой. Қай жыл меккеге барды? Мешіт салдырды. Мешіт салдырды. Өзі сияқты адамдардың келіп кетуіне оңай болу үшін мешіт салдырды. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Так, келесі сұрақ, видео сұрағымыз. Құнанбай Өскенбайұлының өмірде және өмірге келген жылдары қалай екен? Қай кім айтады? Жалғас. Яғни Құнанбай Өскенбайұлы 84 жылы дүниеге келді. Ол Семей облысында Ақшақор ауданында дүниеге келіп 1886 жылы қайтты. Рахмет, жақсы. Так, келесі сұрақ. Осымен біз аяқтайық. Шешендік сөздері бар екен Құнанбайдың. Қандай екен? Қане? Кім деп айтады? Динас? Кешегі күннен алыс жоқ, ертеңгі күннен жақын жоқ. Кешегі күннен алыс жоқ, ертеңгі күннен жақын жоқ. Өте жақсы, иә? Бұл қазір бізде қолданыста бар ма? Бар, иә? Кейбір жағдайда біз қолданамыз. Жақсы. Енді сіздер жаңағы жауаптарыңыз бар, топтық жұмыстарыңыз бар, бағаларыңызды қойып отырсыздар ма? Қарап отырмыз, иә? Рейтингтік жүйе бойынша қойған бағаларыңызды қарастырып көріңіздер. Өздеріңізше бағаларыңыздар, көрші-көршімен бағалауға болады бір-бірлеріңізді. Кімнің бағасын жақсы деп есептейсіз жауабын, иә? Бал мен балдық жүйеге қарап отырып, белгілеп көрсеңіздер болады. Я, бірмен тестті алай ойынсақ. Кім қандай сұрақ? Біз барлығымыз жауапты қамтыдық, иә? Барлығымыз жауап беруге тырыстық. Өзіңіздің бағаларыңыз. Қаншалықты қандай деңгейде жауап бердіңіз? Жақсы, бағалап жатырмыз ба? Енді жақсы, бағалап болса, бағалау парақтарын бері қарай бірінші қатарға қарай фамилия аты жөнді дұрыс жазыңыздар ма? Жоғары жағында аты жөнді дұрыс жазып қойыңыздар да, Дилназға, Ильясқа, кімге, Тілекке бере қойыңыздар. Және бізде соңғы Абай мен Құнанбайдың көрінісі, иә, диалог түрінде. Қане бізде кім дайын еді? Тезірек шыға қоямыз. Тілекпен Жалғас, тезірек шыға қойдық. Сіздер бағалауларыңызды аяқталғанша бізде Абай мен Құнанбайдың диалогы. Абай баласына Құнанбай әкесі қандай мін таққан екен? Не деп айтты?
Қане тезірек келе болды. Үйге берген іздену тапсырмалары болған. Студенттер өздері әдеби тұрғыда, шығармашылық тұрғыда істеніп, жауап беруге өздері ниет білдірген болатын, иә? Дауысымызды шығарамыз, айталық. Senin basından işlerler bunu. Son. Yine böyle azam ve bakın farklayamazsın. Üstündeki bakımda anlamazsın. Çaydaksın. Çaydak suda bitti, posta jalay. Bitti. Posta kastı saklamayısın. Posta doş, posta taş, şimdi. Çok pastaki adam onda bulmayı. Ve olmayı tekrar. Aslında biliyorum. Üçüncü, uğraşılsın. Sonra parayı denk koyarsın. Ve Osman, çatmayın istemeyiz. Ya. Yani dұрыс айтасыз, осы іс айтқаныңызда дау айтамын әке. Өзіндікі дұрыс деп санаймын. Ең әуелі жайдақ суға келдіңіз. Елге түгел пайдасы әкелетін жайдақ су болғанша санаймын. Екіншісі, ел дейтін зерін айттыңыз. Қазіргі кезде ел кезінде қой сияқты болды, қазіргі кезде ел жоқ сияқты болады. Үшінші орыс айттыңыз. Мен үшін де, өзім үшін де өмір ең әуелі. Мен әуелі өнер деп санаймын. Сол өнер орыстар әке. Және сол өнердің барлығы орыстар екен. Сонда бұл жерден біз бұл көріністе нені көруімізге болады? Қане ойларыңызды айтып көріңіздерші? Қане Мадина орнына тұра ғой, қорытынды жасай ғой. Айтамын, өз сөзімен. Абай мен Құнанбайдың диалогы, сөйлесуі. Яғни Құнанбай өзінің ұлына, яғни Абайға өзінің ақыл кеңесін айтып жатады, ал Абай болса оған өзінің дауын, яғни өз көзқарасын жеткізгісі келеді. Бұл арқылы Абайдың Құнанбайға деген сыйластығынан бөлек, ара қатынасын айқындап, көп жағдайда Құнанбайға, яғни әкесіне Абайдың көне бермейтіндігін көруімізге болады. Орысты да жақтайды, жаңағы өзінің білгенінше жүргім келеді деген. Жақсы балалар, енді үй тапсырмасында келген жазып қойыңыздар. Абай туралы келесі сабаққа қосымша материал Қазақ энциклопедиясына қарастырып келесіздер. Реферат, яғни форматта рәсімдеп келетін боласыздар. Енді сабақтың рефлексиясы, сабақты қорытындылау, алдарыңызда стикерлер тұр, берілген бірнеше мынандай. Осыларды аты жөндеріңізді жазып, атыңызды ғана жазып, мына жерде бағдаршамға біліп қойсаңыздар болады. Мен жақсы, насыл жай? Жақсы, аты жөніңізді жазып, біліп қоясыз. Келгеннен тезірек. Сабақ уақытымыз қысқаша уақытты тығыз болса да, біз Құнанбайдың образын ашуға тырыстық. Рахмет. Сары, кім сарыны қойды? Жалғас, сізге не түсініксіз болып қалды? Сары бізде түсініксіз де болды. Не түсінбей қалдыңыз? Сұрағыңыз бар ма маған? Сізге сұрақ жоқ. Өзіңнің оценка ұнамай қалды, сол себепті сары ойнаған. Өзіңіздің образыңыз ұнамай қалған екен, сол себепті. Жақсы. Сіздерді біз бір кезекте кішкене болсын түсінеміз, өйткені енді ғана бірінші кезекте
қазақ әдебиетінде сабақ ашық сабақ жүргізіп жатырсыздар. Қазақ тілінде енді ғана сөйлеп жатқандықтан бұл сіздерге үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан ешқандай өкінудің қажеті жоқ. Сонымен сұрақтарыңыз бар ма жаңа сабақ тақырыбы бойынша? Бүгінгі өтілген тақырып бойынша не ұнамай қалды? Енді сіздерге жаңа бағдарлама